Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге творожный пирог с ягодами дайындалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, оның бетіне сармайымызды саламыз. Сармайымыз холодильниктен шыққан. Енді осыны сармаймен ұнды біріктіріп, жақсылап крошка жасайтын боламыз. Қолымызбен осылай сармайымызды үгітіп аламыз. Мінекей осылай ұнмен араластырып үгітіп алдық. Енді осының бетіне қопсытқышымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, осылай вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үгітілмелі қамырымыздың үстіне шым-шым тұз және де дайындаған жұмыртқамызды салып, біріктіріп аламыз қамырымызды. Қамырымызды жақсылап біріктіру үшін бір ас қасық ұн салып, яғни қамырымызды жинап аламыз. Қамырымыз жабысқақ болып келеді. Жақсылап біріктіріп жинап аламыз. Қамырымызды дайындап алдық. Жақсылап біріктіріп жинадық. Жұмсақ болып осылай шығады. Енді осыны мешогымызға салып, салмамызды дайындағанша холодильнигімізге қойып қоямыз. Салмамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін біздерге творог қажет болады. Менде қолдың творогы, сіздер дүкеннің творогын пайдалануға болады. Творогым үстіне қант салып, және де бір жұмыртқа қаймағымды салып алдым. Енді осы массамызды бір келкі болғанша жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Массамды жақсылап араластырып дайындап алдым. Енді противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, осындай кольца формасын қойып алдым. Мендегі кольца форманың диаметрі 23 см. Сіздер үйдегі кез келген формочканы қоюға болады. Және де қамырымды екіге бөліп, осылай жарты бөлігін астына қарай тегістеп, қолымның көмегімен тегістеп шығамын. Және де қалған қамырымды жандарына бортики жасап шығамын. Жақсылап тегістеп, жан-жағының барлығына жеткізіп, осылай тегістеп аламыз. Формамызды дайындап болғаннан кейін, енді осының үстіне салмамызды құямыз. Енді силиконовый крючкемнің көмегімен осылай салмамның бетін тегістеп жүремін. Және де қолымның көмегімен осылай қамырымды кейін ішке қарай басып, жандарын тегістеп шығамыз. Енді салмамыздың бетіне әртүрлі жеміс-жидектер саламыз. Менде клубника мен смородина. Осылай барлық жеріне әдемілеп салып шығамыз. Енді осыны қызып тұрған пешке 170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Осылай шеттері қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде пирогымыз піскеннен кейін толықтай суытып аламыз. Содан кейін ғана барып, формасынан пышақтың көмегімен босатып аламыз. Пирогымызды басқа ыдысқа салып, холодильнигімізге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Салқындатып жегенде өте дәмді шығады. Жақындарыңызды қуантып, міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін.